Құрметті көрермен, мен сіздерге бүгін тағы да бір жең үлгісін көрсететін боламын. Ол жеңде біздің мына жеңіміздің биіктігі 30 см болу керек және жанына қарай жаңағы көлденең ұзындығы да 30 см-ге тең болу керек. Енді осы 30 см-ге тең болып тұрған жеңнің мына ортаңғы серединасынан жоғары қарай 14 сантиметр қып, жанына қарай 14 қып, сол 14-ті андай радиуспен шығарып аламыз. Сөйтеміз да бұны қиып тастаймыз. Міне бізде мынандай болып қиылды. Және осыған мынандай етіп жеңнің төменгі жағына салатын қып манжет дайындаймыз. Бұл манжеттің ұзындығы 30 см болады. Так. 30-дан кішкене жоғары болады. Өйткені бұл қайырылып мынандай манжет болып бір-біріне мынандай түймелігі болу керек. Сондықтан да бұны 34 қып алсаңыздар да болады. Міне бұл манжеті дайын болды. Манжеттің ішіне флизеленін жапсырып, мынандай етіп үтіктеп, машинка тігісінде мынандай етіп жүргізіп тігіп аламыз. Мынандай жерлерін. Қазір енді мен жеңнің мынау ойып алған тұрсын машинка тігісінде тігіп шығамын. Немесе аберлок салып алып, жаңағыдай бір қайтарып бастырып тігіп шықсаңыздар болады. Құрметті құрбылар, қыз-келіншектер, достар, видеоны аяғына дейін көріп тамашалаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоның соңында өз комментарияларыңызды қалдырып, қоңырауша лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз жеңімізді ары қарай құрастыруды жалғастырамыз. Ал ендеше мына ойып алған ойындымызды немесе московский шовпен обработка жасап шықсаңыздар да болады. Московский шов дегеніміз ол 0,1 қып бір бастырып аламыз. Міне дәл осылай етіп 0,1-ге бастырып аламыз. Міне өздеріңізге көрініп тұрғандай 0,1 болып бастырылып шықты. Енді осыны қайтадан қайталап бастырып шығамыз. Осы 0,1-ді қайтадан тағы да бастырып қылып шығамыз. Бұл московский шов деп аталады. Московский шов әрдайым осындай жұқа шифондарға тігуге арналатын тігіс түрі. Оны кез келген көйлектің етегіне пайдалансаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді.
Şimdi moskovskiy shov bitirdi. Endi bizning majaqdagi jengning astingi jag'in qo'sib tigib chiqamiz. Tigib oldik. Tigib olgandan keyin uni bunday etib tastaymiz. Endi bizga mana burush ortiq bo'lib chiqib tur. O'sha burushda na burush bilan na burushni lineykani qo'yib, mana chiqib turgan ortiq burushni yeb olib tastaymiz. Olib tastadik. Mына jerdagi tigizga qaytib zakrepka berib beramiz. Mana. Осылай дайын болды. Енді бізде мына жердің ұзындығы 28 болып тұр. Енді осыған дайындап алған манжетті қоямыз. Мына дайындап алған манжетті екі басын тігіп шығамыз. Және мына басын тігіп шығамыз. Енді бұны неға тігіп аламыз. Мына манжетті тігіп алдық. Енді бұл манжетті оң қаратамыз. Мына тігісті ішке қарай жатыстырамыз. Енді осыны машинкада бастап шығамыз. Мына манжеті тігіп болдық. Булавканы алып тастаймыз.
Енді бізде мынадай жеңіміз шығады. Міне. Міне. Бұл жерге осылай түйме орнатамыз. Мынау бізде былай тұрады. Мына жеңіміз мынақты киімдеріңізге орналасады. Қазір енді егерде мынау иыққа орналасатын жағында сіздерде бүрмеге немесе складка жасауға запастарыңыз қалған болса, запастарыңызды жинап аласыздар. Жаңағы қондыратын кеуде бұйымдарыңызға шақтайсыздар, енді сол сборкаларыңызды. Мен бұны қазір бұйымға емес, просто манекенге қоятын болғандықтан, солай қойып көрсететін болғандықтан, мен қазір мынандай етіп булавкада жинап алдым. Енді осыны қазір мен сіздерге манекенде кигізіп көрсетемін. Сөзде қандай дизайндағы жең шыққаны анық көрінетін болады. Жасап алған сборкаларыңызды машинка тігісінде бастырып шықсаңыздар болады. Инелеріңіздің үстінен машинка тігісін жүріп өтпегендеріңіз дұрыс. Өйткені инелеріңіздің ұшын қайырып қояды. Сондықтан тігіс жақындаған кезде булавкаларыңызды алып тастап отырыңыздар. Қазір енді мен манекенде кигізіп көрсетемін. Сол кезде жеңдеріңіз қалай шыққаны көрінеді. Мына жең. Міне бізде жеңіміз мынадай болып шықты. Мына қараңыздар, мынау как желбезек есебінде қалып қояды. Мына жағы адамның қолында манжетімен былай киіліп тұрады. Мына жерде түймесі болады. Жазғы жеңіл көйлектеріңіздің жеңдерін осылай етіп орнатсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Ал келесі видеоларда жолыққанша сау сәлемет болыңыздар. Барлықтарыңызға тігін өнерінде сәттілік тілеймін.